тренд болып жатқан орео пирогын жасаймыз. Орео печеньесін кремінен ажыратып аламыз. 100 грамм печеньені өлшеп аламыз. Маған 2 пачка орео печеньесі жетті бір пирогқа. Осылай ұнтақ печеньемізге 100 грамм ұн, 30 грамм қант және жарты шай қасық разилкетелді қосып, еріген 120 грамм сарымайымды құйып, араластырып, үстіне жұмыртқаның сарысын салып, қамыр сияқты қолмен иледі. Қолыңызға жабысып жатса, ұн салып жібереміз. Дайын болған соң холодильникке 20 минутқа салып қоямыз. Ары қарай начинкасын бастаймыз. 400 грамм творогымызды өлшеп аламыз. 80 грамм қантымызды саламыз. Сосын 2 жұмыртқаны саламыз. Және де 1 ас қасық крахмалды салып, блендерлеп сұйық жасап аламыз. Ары қарай орео печеньесінен артылған кремімізді тоже саламыз, блендерлеп сұйық етеміз. Начинкамызды қойып қоямыз. Орео печеньесінің қамырын формаға салып, қолмен жайып шығатын боламыз. Оқтаумен жаюға мүлдем келмейді. Осылай формасын жасап аласыздар. Начинкамызды дайын формаға осылай құйып, тегіс етіп жайып шығамыз. Қалған печеньелермен безендіріп, 150 градуста 35-40 минутқа пісіреміз. Суылған соң холодильникке 1 сағатқа қойып барып, кесіп ұзынсаңыздар болады. Жасап көріңіздер, ас болсын.